Құрметті респонденттер, сізге жалпы мемлекеттік статистикалық нысан 4СХ жылдық есебін толтыру жөніндегі нұсқаулықты ұсынамыз. Бірінші бетте нысанды толтыруға жұмсалған уақыты және есепті жылдық кезеңін көрсетіңіз. Экономикалық қызмет түрлерін жалпы жіктеушінің маусымдық дақылдарды өсіру 01 коды бойынша негізгі және қосалқы қызмет түрлері мен заңды тұлғалар немесе олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады. Тапсыру мерзімі жаздық дақылдарды себуді аяқтағаннан кейін 5 күннің ішінде тапсырылады. Төменде бизнес сәйкестендіру нөмірі толтырылады. Келесі бетте егістік алқаптарының нақты орналасқан жерінің көрсетіңіз. Облыс, қала, аудан бойынша және ағымдағы жылдың түсімі үшін астыққа және балауса жем-шөпке арналған күздік дақылдардың алқаптары туралы ақпарат көрсетіңіз гектармен. Үшінші бетте ағымдағы жылдың түсімі үшін жаздық дақылдар алқабы туралы ақпарат көрсетіңіз гектармен. Төртінші бетте өткен жылдары себілген көп жылдық шөптер егістігі мен бүркемелі шөптердің алқабы туралы ақпарат көрсетіңіз гектармен. Және соңғы бетте толық мекеменің атауы, мекен-жайы, телефондары, электрондық поштасы толтырылады. Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз немесе келіспейміз дегенді белгілейсіз. Орындаушы, бас бухгалтер, басшының толық тегі, аты және әкесінің аты толтырылуы керек. Қолын қойып, мөрді басып, статистика органдарына тапсырасыз. Статистика департаменті, мемлекеттік мекемесі статистикалық есептерді уақытылы тапсыру қажеттілігінің есіңізге салады. Байланыс телефоны 31 91 76.